қалай біз тестті сатып аламыз және оны қалай қолданамыз. Біз қолданбаға кірсеңіздер, бізде негізгі бөлімдер бар. ұбт толық, ұбт жеке, тақырыптық тесттер деген. Оларды жаңа мына жерден 3-ші беттен көрсеңіздер болады. Міне осылар ғой. Бізде мысалы сіздерде подписка жоқ болса, барлық адамға бірдей ортақ 5 нұсқаның көлемінде сұрақтар тегін болады. Мысалы мен жеке ұбтын ашып көрсем, Қазақстандықтан 2000-дай сұрақ болса, оның 100 сұрағы тегін, яғни сізге қанша рет қайтадан тапсырсаңыз, осы 100 сұрақты сізге қайталандырып бере береді, осының ішіне араластырып ше. Яғни сіздің тест тапсырғанда келетін сұрақтарыңыздың тізімі 100 ғана сұрақ та, содан рандомный шығарып береді сізге. Тура солай оқу сауаттылықта менде подписка бар, сол үшін барлық сұрақтан мен дастур ала аламын. Математика сауаттылықта 1000 сұрақтан 50 сұрақ деген сияқты. Осылай қарасаңыздар болады. Бізде қазір базада қанша сұрақтан болып жатқанын, және бұлар әрқашан көбейіп отырады. Біз қолдан келгенше тезірек саламыз. Осылай көріп отырсаңыздар болады. Енді қалай подписканы аламыз? Егер сізде былай жазылым жоқ болса, осының үстін басып, жазылымдар бөліміне кірсеңіздер болады. Немесе мына жақта настройка жағын басып, осы жерден жазылымдар бөлімін көрсеңіздер болады. Былай. Енді жазылым бізде қалай ол? Жазылым деген өздеріңіздің, мысалы, егер шығармашылық таңдасаңыздар 2 пәннен аласыздар, Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы. Ал егер дәстүрлі болатын болса, яғни өздеріңіздің 2 таңдау пәндерін таңдайсыздар, мысалы, математика, информатика деп. Осылай математика, информатика бойынша және алғашқы 3 пән қосылады, 5 пәннен жазылым аласыздар. Бұлар қандай жазылымдар болады? Егер сіздер, мысалы, осы 5 пәннен жазылым алатын болсаңыздар, сіздерге мына жерде ұбт жеке пән бойынша Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математика және информатика бойынша қосылады уақыты. Егер сізде математика, оқу сауаттылығы, мысалы, уақыт бар болса, оның үстіне жаңа сіз алған уақыт қосылып кетеді. Мысалы, 3 ай қалсаңыз, мысалы, осының аяқталатын уақытын тоже 3 ай қосылады. Бар жазылым үстіне уақыт көбейе береді. Ал егер жоқ болатын болса, сол 3 ай уақыт аралықтайдан қосылатын болады. Осыған қосылады, сосын тақырыптық тесттерге қосылады. Яғни, мысалы, менде Қазақстан тарихтан подписка жоқ болғаннан кейін мен 5 қана тақырыпты қарай аламын. Қалған тақырыптарды қарай алмаймын. Міне, үстін бассаңыз жазылымға жүреді. Осы сосын ұбт толық бойынша осы үшеуін толық дастур аласыздар. Жаңағы өздерінің таңдау пәндері бойынша, мысалы, математика, информатика алсам, осы математика, информатика бойынша маған толық базада неше сұрақ бар, соның барлығына мен дастур аламын да, сол бойынша мен қалағанша тапсыра аламын. 2000 сұраққа, 1000 сұраққа, 1000 сұраққа, 4000 сұраққа, мына жерде 679 болып тұр қазірге, сонша сұраққа толық дастур ала аламын. Енді жазылым алу жолдарын сіздерге бір таныстырып өтейін. Жазылымға өтесіздер, таңдау пәндеріңізді таңдайсыздар. Одан кейін барып, өздеріңізге керекті подписканы таңдайсыздар. 25 000 теңгелік бар, немесе 70 000 теңгелік бар дегендей. Концерттің офертасымен келісесіздер. Немесе шығармашылық болса, шығармашылық 10 000 теңгелік, 28 000 теңгелік деген сияқты. 3 айға, 12 айға картамен төлеу деп, сіз картаның нөмірін жазып, осы жерге, мына жерге өзінің жарамдылық мерзімдерін жазып, мына жерге кодтарын жазып, осылай төлесеңіздер, сіздерге автоматты түрде қосылады.